Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көптанбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. Оқу мақсаты көптанбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану. Ондық құрамы негізінде жазбаша қосу және азайтуды орындау микрокалькулятордың көмегімен есептеуді жүргізу. Сабақ мақсаты көптанбалы сандарды есептеулер орындап тексересің. Психологиялық жадындақты қалыптастырып алайық. Hayırlı gün olsun, hayırlı gün olsun, gününüz sizге қуаныш шат болсын. Біздің сабағымызда қандай тақырып өткен боласыз? Жазбаша қосу және азайту. Көптанбалы сандарды жазбаша және қосу азайту алгоритмін есіңізге түсіріп көрейікші. Бізге 10 тапсырма берілген бүгінгі сабағымызда. Әр тапсырма бір баллық жүйемен бағалануда. Ал балалар сабақты түгел тапсырманы орындауға тырысайық. Бірінші тапсырма жүкті жұмыс. Ойлар жүктас қалма. Жүктасайық балалар. Жүктас қалайық. Ойлар жүктас қалма әдісі арқылы бірінші тапсырманы орындаймыз. Уақытты белгілеп алайық. Есептеп бір-бірімізді тексереміз. Ал айта ғой. 34 мың қосылған 12 мың қосындының мәні 46 мың. Жарайсың. Екінші жұбы не айтамыз? 46 мың азайту 12 мың айырманың мәні 34 мың. Жарайсың. Ал екінші жұптан айта ғой. 12 мың қосылған 87 мың қосындының мәні 99 мың. Жұбы? 99 мың азайтылған 87 мың айырманың мәні 12 мың. Ал айта ғой. 84 мың алынған 63 мың мәні 21. Ал жұбы? Жарайсың. 21 мың қосылған 63 мың қосылған мәні 84 мың. Жарайсың. Алдар бірінші тапсырманы жақсы орындап шықтық. Бірге барлығымыз солай есептедік деп ойлайық. Ал енді екінші тапсырманы қарасақ, бізге алдымызға қазірде берілген математикалық қазу әдісі арқылы біз сол қазулерді құрастыру арқылы мына өрнектердің мәнін табамыз. Топтар дайынбыз ба? Иә. Бастайық, уақыт кетті. Ой, мастер, есеп жоқ. Ана Юрий Гагарин сыртын. Хороший парень. Қосылған 50 мың 78. Қосындының мәні 98 мың 287. 98 мың 287 азайтылған 50 мың 78. Айырма
8.209. 31.200 azaltılған 7.086. 24 ayırmanın мәні 24.114. Жарайсыздар. Балалар, жарайсыздар. Жылдам әрі жақсы жауап беріңіздер. Ал өзіңізге қошемет жасаңыздар. Олай болса, келесі тапсырмамызға дайындалыңыз. Енді келесі үшінші тапсырмамыз өзіңіз балалар. Есепке сызбасыз, есептің шешімін бөлек түрде жазамыз. Арман 15.450 метр қашықтықта орналасқан көрші ауылға бару үшін жолға шықты. Ол 350 метр жолды атпен және 1500 метр жолды велосипедпен жүрді. Қалған жолды жаяу жүрді. Арман қанша метр жолды жаяу жүрді? Жауапты километр мен метрмен жүрді. Ал мен есепті орындаймыз. Қосылған 350 метр. Қосылған жақшаның үшін 13.550. 15.450 азайтылған 15.350. Айырманың мәні 1900. Жарайсыздар, балалар. Келесі тапсырмамыз ойыңызды біраз жинақтап алу үшін біз логикалық есепке шығарып отырайық. Ал олай болса, мен тапсырмаларды оқимын, содан әрі жауап беремін. Таразы табақшасына екі аяғымен тұрғанда тырна 2 килограмм болды. Бір аяғымен тұрса, онда оның масақтан 2 килограмм. Ауылда 4 күн боран соқты. Неше тәулік боран соқты? Бір адам қалаға бара жатыр еді. Жолда оған 3 танысы қарсы келді. Қанша адам қалаға барды? Жарайсыздар, балалар. Тамаша. Бірінші тапсырмамыз салыстыру, балалар. Бұл жерде салыстыру берілгендер. Өрнектерді, сандарды салыстырамыз. Оны кімсінен ойын арқылы орындаймыз. Мен уақыт белгілеймін. Салыстырып, өрнектерді және оны тексереміз. Уақыт кетті. Дайын? Ал айтамын. 734.345, 778.545 теңгеміз. Жарайсың. Тағы айтамын. 609.987, 609.978'den артық. Жарайсың. Тағы бар ма? Айтамын. 898.209.808'den қарағанда Жарайсың. Балалар, бұл тапсырмада өте жақсы жауап берді. Ал, қошемет жасап қояйық. Келесі тапсырмамыз дайын болайық. Келесі тапсырмамыз еді. Сағат қос әдісімен орындаймыз. Ойлау дағдысы, білу және түсіну. Бізге цифрлар берілгенде 2, 5, 7, 4, 1 цифрларына ең үлкен және ең кіші 5 таңдалы сан жазамыз. Олардың айырмасын табамыз. Айырманың цифрларына ең кіші және ең үлкен сандар құрастырамыз. Тағы да айырмасын табамыз. Амал кім дайын болса, алып айтамын. ең үлкен сан 75.421. Ал ең кіші сан 324.207 айырмасының мәні 68.784. жарайсың. Балалар, бұл тапсырмада біз жақсы орындап шықтық. Тамаша. Шапалап. Олай болса, қазір сәл
айтамыз. 7 санына келген кезде 7 санын айтпай не таптым дейміз. Ал егер 7 санын қайталап қойғанда да ойдан шығады. Болды ма? Жарайсыздар балалар. Тез ойла. Тапсырмасын жылдам орындар жіберейік. 36 деген алттан бір бөлігі. 30 дегенден бір бөлігі. 5-дің 4-тен бір бөлігі. 5 сантиметр. 5-дің ұзындығы қандай екен? 20 сантиметр. Олай болса балдар, қазір тақтаға шығып, сәл сергіп алдық та. Балауса, Айман және Толқын орманға кезек келуге барды. Олар кезекті себеп, шелек, қорапқа берді. Айманның себепке де қорапқа да. Ал балаусаның қорапқа термеген белгілі. Қыздардың әрқайсысы кезекті қандай ысқа терді? Кім дайын? Кім жауап береді? Ал айтады. Балауса шелекке, Айман шелекке, балауса себепке, Толқын қорапқа. Келесі тапсырмамыз біздің енді жұмбақ қобдиша ойнатып етеміз. Бізде мынандай жұмбақ қобдишамыз бар. Осының ішінде сандар жазылған. Осы сандардан көп таңдау сан құрастырамыз. Тапсырма. Мыңдар класының 45 бірлігі және 125 бірлігі құрастырамыз. Және сол санның құрамындағы сандарды атап айтып береміз. Тағы да екінші топтыға дәл солай. Мыңдар класының 20 бірлігі мен 350 бірлігін құрастырамыз сандардан. Дәл сол санның құрамындағы сандарды атап айтып береміз. Тапсырма түсінікті болса орындаймыз. Бірінші тапқырлар тобы дайын. Екінші алдылар тобы. Олай болса тапқырлар тобы бастайық. Оқ керек, мақсат. 20 ішіндегі 0 бірлік 5 ондық 3 жүздік 0 бірлік мың 2 ондық мың. Жарайсыздар. 20-350 саны бұл. Қандай сан? Неше таңбалы сан екен? Неше таңбалы сан екен? Неше таңбалы сан екен? 5 таңбалы сан. Жарайсыз. 45.125. 5 бірлік 2 ондық 1 жүздік 5 бірлік мың 4 ондық мың. Неше таңбалы сан екен? 5 таңбалы сан, я? Ал жарайсыздар. Бүгінгі сауалымыз қандай тақырыпта өтті? Сонымен балалар көп таңбалы сандарды қосу және азайтуды. Көп таңбалы сандарды қосу және азайтуды орындай аламыз ба? Қалай жазып орындаймыз? Маған түрде жазып орындаймыз.